Так, біз каналға баннер мен міне мына жерде лого көріп салуды тұрғандарыңыздай каналдың атын жаздық. үйреніп жатырмыз. Каналдың Мен аты жаңағы осы айтқандай, канал лого жасап бердік біз Gemini арқылы. Gemini арқылы лого мен жазып баннерді берген. скачет етіп алған болатынбыз. Яғни Бірақ бұл бізде 3-9 мен мегабайт, бұл 5-3 каналға мегабайт, уже 2-1 промпт мегабайт бізге бұл бастап кеттім. Сондықтан маған промпт жаз деп біраз қажет жерлер жоқ. келмейді. Сіздер Себебі бірінші бастап жатсаңыздар, баннерге енді промпт 6 мегабайт болады. жаз деп айту Ал міндетті түрде керек болады. логоға мына жерде енді бізге бірақ жететін екі сияқты. Көрейік қазір салып. 3 промпт ұсынып тұр. Изменитті Яғни басамыз. біріншісі не дейді? Біріншісі минимализм, жетеді екен. Неон, Екіншісі персонаж дейді. Бізге қайсысы керек? Так, сүйкімді робот немесе киборг. Қолында ақша дейді. Бір жарқыраған әріптер. Кейбір минимализмге Готово. көк сенім алтын Келесі загрузить баннер. Так, бізге осыны жасап көрейік. Бірінші баннер жасап көрейік. Айтамыз. Тоже бізге Осыны жасап көрейік. Себебі кішкене уақыт бізге үлкен болу керек. үлкен формат. Яғни так. Каналды енді атын өзгертеміз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бізге логоны жасап берді. Біріншісі табыс. Бізге жүктеп алу керек. Бірінші осы логотипті. Псевдоним. Так, логотипті жүктеп алдық. Енді осы деп жазсаңыздар да болады. Канал туралы бұл бөлімде жазып қоясыздар. Яғни оны да Gemini арқылы жасатсаңыздар болады. Нешіктен маған каналдың қазір бізге баннер керек. Мына жаққа каналды өздеріңіз URL канал жасасаңыздар болады. Бізге промпттар жасап берді. Біріншісі логотипке сай минимализм, екіншісі кеңсе жұмыс үстелі, Telegram, басқа да бізге керегі. Мынау керек бізге. Мына жерге жаңағы логоны жасап қоюға болады, бірақ размері 1 мегабайт болу керек. Бізге баннер. Ал размерді кішірейту үшін көшіреміз, қоямыз барлығы. Фото деп жазсаңыздар, кез келген бір сайт арқылы жасасаңыздар болады. Яғни баннер жасамасыздар бізге келмейді, азайтып размерін азайтып береді. Содан соң жарияланға жібереміз каналды. Маған канал 5-10 минуттан кейін барып азайырыз, өзгереді каналдар. Логолар барлық. Дейін. Так, маған табыс деген жазумен керек десем осылай. Осы промпт жасап берді. Осы промпт. Немесе Canva сайтында YouTube баннерді іздесеңіз шығады дейді. Жаңа мен жасап берген бас баннердің фон ретінде қойып, соған табыс деп жазсаң болады дейді. Біз енді осындай жасап бергенін қаладық. Осы баннерді алып жүктеп жалғастыра береміз. Енді келесі сабақта Canva'да қалай лого және де баннер жасауды үйрететін боламын. Рахмет.